Сәлеметсіздер ме менің көрермендерім? Бүгін мен дәмі өте керемет болып шығатын винегрет салатымен сіздермен бөліскім келіп отыр. Осы менің рецебім бойынша жасап көріңіздер, салаттарыңыз өте дәмді болып шығады. Менімен бірге болыңыздар, видеоны соңына дейін көріңіздер. Өте витаминге бай, өте дәмді салат болып шығады. Алдын ала керекті заттарымның бәрін жуып тазалап қайнатып алдым. Мінекей осылай қайнатып алдым. Қабығынан бәрін ашып тазалап алдым. Қызылшаны кішкене көбірек алыңыздар. Мінекей осы видеода көріп отырсыздар, 3 картоп, 1 сәбіз, қызылша алдым. 4 кішкене үлкендеу және 1 кішірек қызылшаны алдым. Енді осылардың барлығын 4 бұрыштап турап аламын. Енді кішкене ғана пияз алдым. Пиязымды осылай ұзыншақтап турап аламын. Мені пиязымды осылай турап алдым. Маған енді бір қолмен түсірген ыңғайсыз, қалай турағанымды көрсете алмадым. Мінекей осылай турайсыздар. Енді сковородкамды алып, оған 2 ас қасық сұйық майымды құйдым. Енді пиязымды қуырамын. Пиязымды жақсылап қуырып аламын. Үстіне кішкене тұз септім. Жақсылап сарғайғанша қуырамын. Қуырып, бөлек ыдысқа салып, суығанша қойып қоямын. Енді тұздалған қырыққабатымды осылай ұзыншақтап тураймын. Тұздалған қырыққабатты қоссаңыздар, салаттарыңыздың дәмі өте әдемі болып шығады. Міндетті түрде қосыңыздар. Енді қызылшамды 4 бұрыштап турап алдым. Осының үстіне 2 ас қасық сұйық майымды құйып, қызылшамды араластырып қоямын. Мінекей араластырып алдым. Картопымды, сәбізімді, жұмыртқамды, бәрін қызылшамды 4 бұрыштап турап алдым. Пиязымды қуырып алдым, қырыққабатымды ұзыншақтап турап алдым. Мен жұмыртқамды жаңа көрсеткен жоқпын. 3 жұмыртқаны қайнатып турап алдым. Қара бұрыш керек болады, және тағы да сұйық май, тұз керек болады. Енді осы туралған заттардың бәрін бір ыдысқа саламын. Мен осы ыдысыма жұмыртқамды салам. Тұздалған қырыққабатты саламын.
Төрт бұрыштап туралған қызыл шамды салдым. Қуырылған пиязды салдым. Дәміне қарай қара бұрыш саламын. Жарты шай қасықтай салдым. Дәміне қарай тұз салдым. Енді жақсылап араластырамын. Керегінше сұйық май құям тағы да. Бұның алдында 4 ас қасық сұйық май құйған болатынмын пиязға, қызылшаның үстіне. Енді тағы да керегінше 3 ас қасықтай ма тағы да сұйық май құйдым. Дәміне қарай тұз салдым. Барлығын біркелкі болғанша жақсылап араластырамын. Тұзы ерігенше салқын жерге қойып қоямын. Мінекей салатым менің өте әдемі, дәмді болып шықты. Мінекей осындай жасап көріңіздер, менің рецебім бойынша өте дәмді болып шығады. Егер менің видеом ұнаса, маған пікір қалдырыңыздар, лайк қойыңыздар. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Әлі алда тағы да жақсы рецептер болады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.